Ассалаумағалейкум достар, армысыздар, арнама қош келіпсіздер. Әдеттегідей достар, сіздерден қолдау күтемін. Каналға тіркеліп, лайк басып қолдап жеріңіздер. Біз 1000 оқырманға аз ғана қалдық. Давайте достар, тез жеткізіп тастайық. Бүгін байқағандарыңыздай видео Dream League 23 жайлы болады. Бүгінгі видеода Dream League Soccer 23 ойыны жайлы сөз қозғайтын боламыз. Сіздерге алдын ала айта кетерім достар, бұл нақты деректер емес, мен интернет желісінен қарап, іздеп, барымша сіздерге аударып жеткізуге тырысып отырмын. Бірақ бұл енді нақты осындай болады деген сөз емес. Солай болады деп ойлап қалып жүрмеңіздер, реніш болмасын. Мен қолымда бар ақпараттармен сіздермен бөлісетін боламын. Олай болса мен көп созбай бастайын достар. Кеттік. Қолымда бар деректерге сүйенсек достар, Dream League Soccer 23 ойыны ағымдағы жылдың, яғни осы 2022 жылдың 3 желтоқсанда шығады деп күтілуде, яғни 3-4 күннен шығып қалуы мүмкін, алла қаласа. Енді ойын Play Store, App Store жерлерінде, Play Marketте, яғни таратылады. Сол жерден скачать етіп алуларыңызға болады, өздеріңізге жүктеп. Ойын ресми түрде жарияланғаннан кейін 24 сағаттың ішінде сіз ойынды өзіңізге жүктеп ала аласыз. Қандай өзгерістер болады? Экранға назар аударайық достар. Dream League Soccer 2023 ойыны осындай болуы мүмкін. Жобалап алған енді, бірақ нақты осындай болады деген деректер емес. Бұл жерде сізде әрине трансферлік терезе болады. Өзіңіз қалаған ойыншыға ұсыныс жасап, сатып ала аласыз. Сонымен қатар өзіңіздің тим менеджмент дейді, яғни өзіңіздің командаңыз, сонымен қатар лайв онлайн матчтар, сонымен қатар карьерадағы матчтар. Жалпы енді қатты өзгешелік бола қоймайды, графикасында өзгешелік болмаса. Менде бар деректер осындай. Құрамға өтетін болсақ достар, осындай болады деп күтілуде, яғни командаңыздың рейтингі андай жұлдызшамен бірге жазылып тұратын болады. Сонымен қатар сіз өзіңізге бапкер сатып ала аласыз, ойыншы сатып алған сияқты. Жалпы тренер, яғни бапкер режимі қосылады. Dream League 23-тегі басты өзгешелік осындай деп күтілуде. Бірақ енді бұл нақты дерек емес, қолымда бар деректерді сіздерге айтып жатырмын достар. Достар, трансферлік терезеге өтетін болсақ, бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай Зидан, Гвардиола сияқты бапкерлерді кәдімгі ойыншы сатып алған сияқты сатып алуларыңыз мүмкін. Сонымен қатар бұл жерде ойыншыларға сіз ставка тіге аласыз, яғни өзіңізге керекті суммада ойыншыны сатып алу үшін өзіңіздің бағаңызды қоясыз. Сізге конкурент басқа біреу шығуы мүмкін, сізден жоғары баға қойып. Сондай өзгешеліктер енгізуі мүмкін деп жатыр. Тағы да қайталап айтамын достар, бұл нақты деректер емес, тек интернеттен алған осындай деректер. Сонымен қатар достар, ойындағы музыка, яғни әуені, сонымен қатар ойынға кірген кездегі атмосфера, жанкүйерлердің атмосферасы, ойыншылардың шынайылығы, түр бет бейнелерінің шынайылығы өзгертіледі деп күтілуде. Енді менің қолымда бар деректерім осы достар. Егер ұнап жатса, енді дәл кеп жатса, лайк басып қолдап жүріңіздер достар. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.